Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, жақсысыздар ма? Мен қазір өзімнің автовегінің клиентінің үйіне кетіп жатырмын. Не себепті? Одан молдинг алып үйін ремонттауға. Енді кейін жетпей қалған, сосын кейін қайтып алса, өлшемдері келмейді бір-біріне. Манағыдай қате деп айтады дейді да. Соған менің серіктесіме, автовегіме сөз келіп жатыр екен. Репутациясын құртпау себепті мен сол клиенттің үйіне бара жатқан жайым бар. Сіздерге толыққанды түсіндіріп көрсететін боламын. Барғаннан кейін неге бармай тұр, не үшін, немесе өздері шатасып тұр, немесе артикулдан қате жіберіп тұр. Соның біреуі болып тұр. Самал жаққа келдік. Осы үйде ана молдингтер сәйкес келмейді. Шешеміз енді соны ала қалса. Мына 301 мен молдинг. Мұны А301 мен мұны МЖ301 сол себептен сәйкес келмей тұр. Өзіңіз көріп тұрғандай. Осылай сәл-пәл артық шығып тұр. Арт жағы тегіс болады. Содан шатыспаймыз. Мынау А301, мынау МЖ301. МЖ мен А301 молдинг, шатысқан молдинг осы. Размердің алдында мына айнаның қасындағы молдинг келмей қалған болатын. Мынау 602 емес, 605. 602 мен 605-ті шатастырған. Қазір бәрі Аллахтың қолымен бәрі жақсы болды. Бәрі сәйкес болды, бітті, почти. 301 және 605. Ал үйден шықтық, сөйлестік, бәрі шешілді. Мына артық қалған молдингімізді алып бара жатырмыз. Сонымен бітті. Бұл жерде нені түсінеміз? Бұл жерде біз ең бастысы өзіміздің бізбен жұмыс жасап жатқан серіктесіміздің, яғни автовегіміздің клиенттердің алдындағы репутациясы құртылмау себепті осындай нәрсеге барамыз. Сондықтан бізбен серіктес боламын деген жаңа кәсіпкерлер бізде молдинг, панель, латун, гибкий мрамор кез келген товар бар. Үйдің дизайнына арналған. Және де айнамен айналысам десеңіздер де айна да бар. Сондықтан маған жазыңыздар, мен сіздерге жауап беретін боламын.